Кезінде маған арман болған Назарбаев зияткерлік мектебінде оқып жатырмын. Сәлем достар, менің есімім Амина, мен Шу қаласынанмын, және мен кезінде маған арман болған Назарбаев зияткерлік мектебінде оқып жатырмын. Назарбаев зияткерлік мектебіне түсу бұл менің балалық шағымдағы арман болған. Ол арман 4-ші сыныптан басталды. 4-ші сыныпта мен шығарма жазудағы конкурсқа қатысқанмын. Сол конкурстан мен ойламаған жерден бірінші орын алдым. Қуанышымды үйге барып жеткізген кезде менің апам айтты: "Сен Назарбаев зияткерлік мектебінде оқисың. Сен сол жерге түсесің. Болашақта сені жарқын болашақ күтеді" деп айтты. Сол кезде мен бірінші рет ойланып көрдім. Неге осыны түсіп көрмеске, неге дайындалып осыны мақсат қоймасқа алдыма деп ойладым. Солай мен 4-ші сыныбымда Назарбаев зияткерлік мектебіне түсу менің арманым болды. Және мен сол арманыма жеткім келді. Қорқыныш, менің басымда көптеген сұрақтар болды. Мен неден бастаймын, қалай оқимын, менің мақсатым неде, жоспарым қандай деген сияқты сұрақтар болды. Ал онлайн курсты бастаған кезде осы сұрақтардың барлығына мен жауап тапқандай сияқты болдым. Және осындай кезеңдерде мен ата-анамның қолдауы арқылы жігерлендірдім. Мен ойлана отырып, осы менің мақсатым жалқаулықтан жоғары деген ой келді маған. Және осыны түсіне отырып, мен өз мақсатыма жолды жалғастырдым. Ол кішкентайынан өзінің дарындылығын көрсете бастады. Садикке барған күннен бастап бүкіл балалардың тақпақтарын жаттап алатын. Одан мектепте оқығанда біз үйге келіп Аминаны ешқашан сабаққа дайындаған емес, өзі оқитын, өзі әртүрлі жарыстарға қатысып жүретін, олардан грамоталар ала бастады. Ондай баланың дарындылығына, арманына жететініне сенбеу мүмкін емес. Аминаның бала кезінен бастап менде ешқандай сомнение болған жоқ жетістікке жететініне. Себебі Аминада кішкентай кезінен бастап дисциплина болатын. Кішкентайынан үй тапсырмасын сол күні жасап қоятын. 1 сағат, 2 сағаттың ішінде. Одан кейін ойынына кірісе беретін. Курсқа келгенде менің уақытты жоспарлау маған қиын болмады. Неліктен? Себебі дизайн курсында барлығы саған дайындалып қойған. Сенің жеке кураторың бар. Курстың онлайн екенінің арқасында сен өзінің бос уақытыңды сол курсқа жұмсауына болады. Мен осы ағылшын пәнін жек көретінмін. Не үшін жек көремін? Себебі мені қоршап жатқан туысқандарым барлығы ағылшын пәнінің мұғалімі болатын. Менің анам, менің әкем, достары, әпкем де ағылшын пәнінің мұғалімі болатын. Туылғаннан бастап осы пән маған таныс болып сияқты көрінді, және бұл маған ұнамады. Және мен осы пәнді барынша мүмкіндік болса аз оқуға тырысатынмын. Ал ең қызық пән мен үшін ол сандық сипаттама болды. Неліктен? Себебі мен стадилайн курсына келгенде мен осы пән туралы білдім. Курстан бұрын не бұл, қандай пән, салыстырады ма, есеп шығарады ма, бұл не деген менде көп сұрақтар болды. Ал курсқа келгенде бірінші сабақты көрдім. Бірінші сабақ сандық сипаттама туралы бірінші сабақты аштым, қарадым, қалай шешеді бұл есептерді. Сандық сипаттаманы шешіп отырып, бұл маған өте қызық пән болды. Айнұр апай және Олжас ағай, мен осы мұғалімдерді қатты жақсы көрем. Себебі олар маған ерекше қолдау көрсетті. Стадилайн курсының тағы да бір ерекшелігі, жолды көрсететін, сұрақтарына жауап беретін кураторлар бар. Менің кураторым Айнұр апай болды. Және мен үшін Айнұр апай өте ерекше қолдау көрсетті. Математика менің жақсы көретін пәнім болғандықтан, мен мұғалімдерді автоматически сол жақсы көретін мұғалімім деп санап кеттім. Сол үшін мен Олжас ағайды жақсы көрем. Уақытты жоспарлау маған қиындық туғызбады. Себебі
менің кураторым мен үшін ең ыңғайлы графикті тауып беріп, сол график бойынша мен күнделікті сабақтарымды да онлайн курсты да біріктірдім. Бұл өте ыңғайлы болды, себебі сен үшін барлығы жасалған. Бұл өте оңай болмады, себебі Аминаның үйде шаруаны бір жағынан маған көмектесіп жүрген үйреніп қалғам ғой. Дайындық басталғалы Аминаны барлық үй шаруасынан босаттық. Және мектептегі сабақтарды үлгермесен де осы курсқа, StudyLine курсына, онлайн курсқа дайындалуға максималды түрде фокусымызды осы онлайн курсқа аударып отырдық көбіне. Басында өте қиын болды, себебі қанша дегенмен подростық қой, телефон көргісі келеді, TikTok көргісі келеді, ойын ойнағысы келеді деген сияқты. Жалпы Аминаның дисциплинасын, өзінің мотивациясын есіне түсіріп отырдым. Және қажетті, оның жақсы көретін тағамдарын дайындап бердім, жақсы көретін тәттілерін сатып алып келіп отырдым. Барынша балаға қолдар көрсетуге тырыстым. Уайым болмады деп ойладым. Емтихан уақытында мен барлық өзінің назарымды тек емтихан сұрақтарына, осы сұрақтарға жауап беруге және өз біліміме жұмсадым. Менің барлық фокусым сол емтиханда болды. Күтпеген жерден келген сұрақ, ол бір сұрақ емес, ол бүкіл пән болды. Жаратылыстану пәнінің сұрақтары. Мен тапсыратын жол 2023. Сұрастырғанда жаратылыстану пәні емтиханда келмейді деген. Яғни мен бұл пәнге дайындалмадым. Ол пән емтиханда болмаған. Бірақ мектептегі өз білімімді қолданып, мен осы пәнді алып шықтым. Қуаныш және өзіме сене алмадым, шок болдым. Ең бірінші өзімнің қуанышыммен бөліскен адам, ол менің анам болды. Әрине мен қуанышыммен бірінші анаммен бөлісемін, одан кейін әкеммен, сосын барып жақын туыстармен, яғни атам, апам, нағашы атам, нағашы апам. Егер бұл видеоны сен қазір көріп отырсан, сен де кішкентай қаладан немесе ауылды жерлерден болсан, саған НЗМ, БИЛ, РФМШ мектептеріне түсу қол жетпес арман болса да, менің саған беретін кеңесім ол StudyLine курсын бастау. Егер сенің миыңда қашан, қалай, қай деген сияқты миллион сұрақтар болса, StudyLine курсы осы сұрақтардың барлығына жауап береді. Менің анашым талай менен телефон тартып алған. Себебі әлеуметтік желілер, TikTok, Instagram менің көңілімді қатты аударған. Және бұл мен үшін ең үлкен мәселе болды. Дисциплина деген ол әрқашан қиын. Егер сенің анаң менің анам сияқты қатал болмаса, онда өз мақсатына өзің жетіп үйрен. Бұл банально болғанмен, дисциплина ол ең маңызды фишка. Мен де идеальна ата-ана емеспін, әрине. Аминаны осы мектепке дайындар жолында біраз қателіктер жасадым, әрине. Бірақ сіз балаға қалай подход жасау кереккен, қалай оған мотивация беру кереккен, тек қана сіз ғана шеше аласыз. Себебі әр бала индивид, әр бала тұлға. Өзіңіздің арманыңызды сатсаңыз да, балаңыздың арманын сатпаңыздаршы дер едім. Мен егерде нақ осы жерде Аминаның орнында болсам, мүмкін қоя салар едім бұл дайындықты. Енді ана ретінде олай жасай алмайсың, себебі баланың жауапкершілігі деген бар. Енді ата-аналарға кеңесім, 5-6 сыныпта дайындалу ол жасөспірім шағына тура келеді ғой. Жасөспірімдердің неше түрлі мінездері болады. Соларға сынбай, сол мінездеріне көніп, көп қысым жасай бермеңіздер. Балаға тек қана қолдау керек. Бұл жол мені уақытты тиімді пайдалануды, алдыға қойған мақсатқа жетуді, еңбекқорлыққа, өз өміріндегі жауапкершілікті өзіме алуға үйретті. Дисциплина, жауаптылық және тайм менеджмент
ол армандар орындалу үшін ең қажет заттар, ең қажет нәрселер болып табылады. Мен алғыс айтқым келетін адам ең бірінші ол мен анашым болып табылады. Себебі менің анамсыз бұндай жетістіктерге мен жете алмас едім. Және тағы да бір бөліп айтатын адамдардың қатарына менің кураторым кіреді, және осы Studyline курсындағы мұғалімдер. Себебі бұл адамдар менің мотивациямды ашқан, жігерлендірген адамдар болып табылады. Рахмет сіздерге.